сәлеметсің бе, жас зерттеуші? Бүгінгі тәжірибе алаңына қош келдің. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі тәжірибе алаңына мен Бекболат Айнамкөз Саматқызы және Райхан Әмірқызы тәжірибе жүргізетін боламыз. Сен нені білгің келеді? Маған айналадағы бәрі қызық. Маған айналадағы бар құбылыстар бәрі қызықты. Ендеше, Айнамкөз, мен саған жұмбақ жасырайын. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды, қызыл, сары, жасылды, көкте бір зат асылды. Бұл не екен, Айнамкөз? Бұл кемпірқосақ. Ендеше, осы кемпірқосақтың қалай пайда болатынын білесің бе? Иә. Күн сәулесі су тамшысына өткен кезде ол жеті түске бөлінеді. Кәне, жеті түсті атап бере аласың ба, Айнамкөз? Иә. Қызыл, жасыл, сары, қызғылт сары, көк, көгілдір, күлгін. Ендеше, Айнамкөз, сенімен кемпірқосақ жасайтын боламыз. Айнамкөз, атай қойшы, қандай құралдар қажет кемпірқосақ жасау үшін? Стакан су, бояулар, қырып қаламдар, қант, қасық, екіштер. Айнамкөз, ендеше тәжірибемізді бастайық. Бірінші стаканға еш нәрсе қоспаймыз. Екінші стаканға бір қасық қант қосамыз. Үшінші стаканға 2 қасық қант қосамыз. Төртінші стаканға 3 қасық қант қосамыз. Бесінші стаканға 4 қасық қант саламыз. Ал енді, Айнамкөз, түстерді нақты шығару үшін суға қосып ерітінді жасаймыз. Айнамкөз, осы тәжірибеде не байқадың? Түстер араласқан жоқ. Не себепті араласқан жоқ? Қант суға көп қосылғандықтан бетінен қақып шықты.